сәлеметсіздер ме, құрметті менің тыңдармандарым. Арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте әсерлі әңгімені дыбыстайтын боламын. Еркегүлдің екі күйеуі. Жалғасы. Келесі күні балабақшаға барар жолда басына келген ой тағы да тұрған шығар болды. Бірақ ол күні Жантас көріне қоймаған. Балабақшаға келе жатқан сайын енді Еркегүлдің өзі соны іздейтін сияқты ма, қалай? Күндердің күнінде Жантас келіншекке гүл ұсынды ғой. Өзі Арманбек сияқты емес, сөзшең жігіт екен. Жүйесізде болғанымен былпылдай сөйлеп, айтатын әңгімесі бір таусылмайды. Сонан не керек, сол жылдың күзіне қарсы шамадан көтерген Жантас Еркегүлдің үйіне кіріп алды. Жүрегінің түбіне осынау қарапайым да ақкөңіл жігітке деген бір нәзік сезім оянғандай. Жантастың ұсынысына қарсы болмағаны да сондықтан. Бейне бір жаңа үйленген жас қалыңдықтай қайтадан қудан қаққан келіншектің жүзі баяғындай нұрланып сала берген. Бұған дейін өмірінде Арманбек есімді мінезді азамат болмағандай. Жар төсегіне бұрын сонды жат көрмегендей Жантастың алғаш оңашада жақындасуынан тұла бойы қалтырып басынан оқта салынбаған байталдай дір-дір етті. Екеуі үй болысымен-ақ жақсы тіл табысқан секілді. Әне-міне дегенше ыстық суығы басылмаған жарты жылда желіп өте шығып еді. Жантастың әсіресе кішкене Маржанға деген ықыласы ала бөтен. Балабақшадан барып өзі алады, өзі әкеледі. Үйге келгісін өзі тамақтандырып, өзі ойнатады. Тіпті ай-шайға қарамай сәбиін ваннаға салып шомылдыратын да өзі. Еркегүлдің жұмысы бірден жеңілдеп сала берді. Бір рақатта сезімнің әлдиінен айырыла алар емес. Қандай балажан жігіт, деді ішіне таңғалып. Арманбек өктем мықты болғанымен мұндай балажан емес еді ғой. Бірақ келе байқағаны Жантастың өзіне ептеп салқындай бастағаны. Салқындағанда бұған қатты сөйлемейді, қолынан итермейді, мін тағып мыңқылдамайды. Жымия қарап қойып жүгіріп жүргені, салқындығы дейтін әңгімені түнгі мінез құлқыңда болып тұр. Алғашқы арыны басылып қалған ба, немене түнде жатысымен бас салып құшақтауда айтқан. Емірене сүйіп, емексетуге айқара жатқызып қойып аймалауға да әуес емес. Қыңқылдағандай бәсең үн шығарып жанына жақындаған келіншектің нәзік білектерін ақырын ғана итеріп тастайтынын қайтерсіз. Сөйтіп теріс қараған күйі әңгіме айтқан болып жатып, қолапайсыз түрде қор ете түседі. Кетер алдында Арманбек те сөйтті емес пе, әлде бұның да біреу болып жүрмесін деген ой сақ ете қалды Еркегүлге. Бұрынғыдай емес, күйеу мәселесінде аузы күйіп, тісі шығып қалған келіншек бір түні Жантасты сауалмен аулап, еш жиғызбастан бұрышқа тықты. Шыныңды айт, деді ақыры мәселені төтесіне қойып. Сен біреуің бар ғой, ә? Бары қалай, біреусі несі, деді. Жантас сол теріс қарап жатса да басын көтеріп. Сен сүйген бір адамың бар-ау, қыз ба, келіншек пе, әйтеуір біреу. Күйеуін үндемей кідіріп қалғанын көрді де Еркегүлге одан әрі басырмалата түсті. Оңға солға бұлтақталап бұрылуға мұрша берер емес. Бастырылмай қойылған сұраққа жауап беруден басқа амалы қалған жоқ еді Жантастың. Сөйтсе әңгіме былай болыпты. Бақталық әдіспен Атырауға барып келіп жұмыс істеп жүріпті. Төлейтін айлығы мол болғандықтан бұл жұмысқа сұранушылар жартылап айырылады. Әйтеуір жігіттердің қалмай жүріп Жантаста бригадаға іліккен. Бір жаманы вахтамен жұмыс істейтіндер 4-5 айға бірақ кетеді екен. Жолға шығар алдында Жантастың сөз байласып жүрген қызы екіқабат болып қалады. Қайта айналып келгенше босана қоймайтын шығар деп ойлаған Жантас бастапқыда телефон арқылы хабарласып тұрған. Кейін ол қыздың мүлде дерек болмай кетеді. Вахталық жұмыс уақыты бітіп, шағын қалаға қайта оралған Жантас дереу сүйген қызын іздеуге кіріспей ме? Еш жерде із тозы жоқ. Ақыры бір таныстары арқылы қыздың дерегіне қанығады. Республиканың жаңа астанасы Астана қаласында мәдениет ошақтары кеңінен дамып келе жатқан кез. Жантастың қызын сондағы мықты бизнестердің бірі мейрамханада би билеуге шақырған екен. Аяғы ауыр бойжеткен баласын босана салып, алдағы артына қарамастан дереу солай қарай аттаныпты. Ал баланы осы қалада перзентханада қалдырып кеткен көрінеді. Астанаға бармай тұрып, Жантас жанұшара сәбиін іздемей ме? Перзентханада да тастанды, балаларды паналататын бөбекханалар да бұрынғыдай тек тіркеу журналына ғана жазумен шектелмей, жазбаларды дереу компьютерге де енгізіп тастайды екен. Сондықтан Жантастың өз сәбиін тауып алуы онша қиынға соға қоймайды. Шешесінің аты-жөні, туатын мезгілі белгілі. Ақыры ізбен қуалай отырып, ол сәбиді Еркегүлдің асырап алғанын біледі. Бірақ заңды түрде әкесі болып саналмайтындықтан баланы меншіктеуге Жантастың ешқандай құқығы жоқ еді.
ойлап тапқан бір амалы басы бос келіншекке үйленіп алу болыпты. Осы әңгімені естігенде Еркегүлдің кеудесіне әлдебір жіңішке нәрсе тіліп өткендей болды. Жанына батқаны жантастың махаббатпен емес есеппен үйренгені. Екінші жағынан алып қарағанда байғұс жігіттің жазығы да жоқ. Көкек анадан туған жалғыз қызы үшін жан ұшырып жүр. Сол күннен бастап Еркегүл қатты өзгерді. Баяғы Арманбектің ізімен тұйықталып тұнжырай түскендей көп ойланды. Сарсылап жатып талай таңдарды ұйқысыз атқыздау. Сол ұйқысыз түндер оның бір нәзік сезімін нығайта түсуге қызмет еткен екен. Оны күйеуі вахталық жұмысқа тағы аттанған кезде сезді. Күндер санап, күн аралап телефонмен сөйлеседі. Сөйлескен кезде тек кішкене Маржанның ғана емес, менің де жағдайымды сұраса екен, көңіл күйімді білгісі келсе екен, жан дүниемнен хабар алуға ықылас танытса екен деп тілейді. Кім біледі, мейірман әке қандай махаббатқа да бейім. Әйтеуір қайырымды жанның қатыгез боларына көңіл сенбейді.